Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип көріп қалдым. Осы логотипті қалай жасағанын примерно жасап көрейік. Қалай жасағанын білмеймін, просто примерно жасай береміз. Осылай стрелку қойып аламыз. Сөйтіп Ctrl-D дейміз. И осы жерге енді круг жасаймыз. Ctrl-S, Ctrl-F деймізді былай үлкейтіп қоямыз. Примерно осылай қояйық. Біз инструмент таңдаймыз. Осыны аламыз. Ctrl-S, Ctrl-V дейміз да. Жасаймыз. Айналдырамыз. Сәл. Қойып. Ctrl-S, Ctrl-V дейміз да. Айналдырамыз. Бүйтеміз. Объект. Контур. Создать параллельный контур. Окей дейміз. Жерден өшіретін элементтерді өшіріп тастаймыз. И осыны алып өшіріп тастаймыз. Сосын мынаны аламыз да. Объект. Контур. Создать параллельный контур. Окей. Жаңағыдай керек емес элементті өшіріп тастаймыз. Мінекей достар, Ctrl-G дейміз да. Пипеткіне түсін таңдаймыз. Жүйтіп қоямыз. И осылай артқы фон темный қылып қоямыз. И артқы фонға жібереміз. Достар, осымен логотип жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз, Құдай қаласа. Төменде Instagram парақшам бар, сол жерге тіркеліп, маған жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.